Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздерге Пекче тарихындағы ержүрек батыр әрі патриоттықтың символы болған Кебек қолбасшы жайлы баяндайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. 7 ғасырдың басы мен ортасында Кебек атты батырдың өмір сүргені туралы айтылады. Ол жайлы тарих беттерінде алғаш рет Силла ханы Муйол туралы жазбаларда кездеседі. Кебек басқа тұлғалар сияқты ақсүйектер отбасында дүниеге келмеді. Ол қарапайым сарбаздың отбасында дүниеге келіп ер жетеді. Оның сарайға келіп билікке жетуі де оның әскери шеберлігімен тікелей байланысты болды. Себебі ол жыл сайын өтетін дәстүрлі сарбаздар сайысына қатысып, топ жарып лауазымды тұлғалардың көзіне түсе бастайды. Бірақ оның болашақ патша Ижамен жақсы қарым-қатынаста болуы оның лауазымды орындарға келуіне себеп болды. Кебек патша билігіне қарсы топты жазалауда Ижамен бірге болып, оған көп жәрдемін тигізеді. Осыдан кейін Ижа әскери билікті толық өз қарамағына алу мақсатында Кебекті бас қолбасшы ретінде тағайындайды. Кебек бұл лауазымға келе салысымен көптеген жорықтардан жеңіспен оралып, сонымен қатар қарапайым халыққа көп жәрдемін тигізеді. Осылайша ел ішінде оның атағы күн өткен сайын арта түседі. Уақыт өте келе салықтың тым көп болуы себепті халық Ижа патшаға наразы бола бастайды. Осы сәттерде ел билігінде Кебекке көтеріліс жасап, таққа отыруын қалайтын ақсүйектер де көбейе бастады. Бірақ Кебек өзінің билікке қызықпайтындығын көрсетіп, көтеріліс жасаудан бас тартады. Бірақ Кебекке деген күдігі артып, оның ел арасындағы абыройына қызғана қарай бастаған Ижа оны бас қолбасшы қызметінен алып тастайды. Кейінірек Ижа үшін Кебектен де қауіпті дұшпан пайда болды. Ол Таң елі мен Силланың біріккен жасағының Пекчеге соғыс ашуы еді. Таң империясы мен Силланың 200 мыңға жуық сарбазы Пекчеге қарсы соғыс ашқанда, санаулы сарбазымен жауға бір айға жуық уақыт тойтарыс берген Кебек жайлы Силла елінің тарихи жазбаларында жазылса да, сол оқиға жайлы бөлім Кебек деп жазылғаны Силла ханының оған деген құрметін көрсетеді. Расымен де өзінен 10 есе көп әскерді Хвансан тауынан әрі асырмай 20 күн бойы тойтарыс беріп сол жерде дүние салған еді. Силла елінің бірінші болып жорыққа шығу себебі Пекче, Когуре елдерінен қауіптенуі еді. Өйткені Кебек кезінде Силланың 40 бекінісін жаулап алып, Силланың мықты қолбасшысы болған Юшинді бірнеше мәрте жеңген еді. Егер Юшин жайлы видеомызды әлі де көрмеген болсаңыздар, төмендегі сілтеме арқылы өтіп тамашалай аласыздар. Бекіністерді кері қайтарып алу себепті де Силла Таң елімен бірлесіп Корея түбегін өз қанатының астына алуды көздеген болатын. Силла елі басында соғысты Когуреға жасайтын сыңай танытып, Пекче патшасын алдап соғады. Тек соңғы сәтте ғана өзінің алданғанын ұғынып, Ижа әскерлерді жасақтап, 50 мың сарбазбен Таң елінің 144 мың әскеріне қарсы аттанса, Кебек болса бар жоғы 5 мың сарбазбен өзінен 10 есе көп жауға қарсы тұрып, сол жерде ерлікпен қаза табады. Оның отанға деген шексіз махаббаты мен ерлігі ел арасында ауыздан ауызға тарап, осы әрекеттері арқылы дұшпандарынан да құрмет көре білген еді. Кебек қайтыс болғаннан кейін көп өтпей Пекче елі де құлап, тарихта Кебектің есімі патриоттық пен батырлықтың символы болып, есімі тарих беттерінде алтын әріппен жазылып қалды. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.